Барлықтарыңызға жақсы күн болсын. Бүгін мамыр айының 2-сі. Осыдан жобамен 15 күн бұрын қызанақтарды, нақтырақ айтсам, черный принц деген сұрып қызғанақ туралы видео түсірген болатынмын. Мына осы қызанақтар сыртқа шығаруға дайын болып, бойлары да, сабақтары да жуандап, жақсы болып дайын болып қалды. Және де мына жердегі мына қызанақтарда дайын болып тұр. Сабағының жуандығы кәдімгі қарындаш бар ғой, қалам қарындаш сияқты болып, мықты болып, жақсы болып тұр. Далаға шығара беруге болады. Бірағында біздің жақта, біздің өңірде құралай өткеннен кейін барып далаға шығарамыз. Өйткені бұршақ жауып, күн суып, жаңағындай қолайсыздық туады. Қызанақ үсіп кетуі мүмкін, және сынып қалуы мүмкін. Егерде қазір сыртқа шығарып жатсақ, жақсылап жабатын орны болу керек. Жаңағы сыртында кейбір адамдар жасап қояды ғой, ағаштармен қоршаған сияқты жасап, пленка жаба салады, немесе бір сондай шүберектермен жауып қорғай алатын. Ондай болса басқаша шығара беруге болады. Ондай орын жоқ болса, осылай құралайдың өткенін күте тұрамыз негізі. Бізде орталық Қазақстанда солай құралай өткеннен кейін барып сыртқа шығарамыз көбінесе. Ал негізі шақтап 4-5 түп шығара берсем, мысалы мынау қызанақтардан ептеп ертерек гүлдеп, ертерек түйін сала берсін деп шығарсам, шығара беруге болады қазір. Өйткені 4-5-дің күтімі оңайырақ қой. Ана 5 литрлік баклажка бар ғой, соның түбін алып тастап, кешкілікте соны кигізіп қойып, 4-5 күтуге оңай болады. Негізі бақшаны өсіріп жүрген, өсірейін деп отырған, қалай қазір осы рассада дейміз ғой, рассадасы дайын болып, далаға шығарсам қалай болады деп отырған адамдарға ептеп сондай подсказка дейміз ба, ептеп шығаруға болады. Жаңа 5 литрлік баклажкамен жауып күте тұруға болады. Сәйкесінше қызанағыңызда ертерек өседі. Мына мынау алдыларыңыздағы басқа сұрып, неге әртүрлі сұрып еккен жақсы? Мысалы, мына сұрыптар ептеп кешеуілдеп тұр. Далаға шығарғанмен де 1-2 күн бейімделіп тұрады. Әрі қарай өсіп кетуіне біраз уақыт керек. Кішкене былайынан қарасақ, мыналарда түйін салып ерте қызанақ бергеннен кейін барып мыналар жетіле бастайды. Өйткені сұрыбының ерекшелігі болуы мүмкін. Жаңағы немесе екеуі бірге өссе де тұқымдарының қатайып тұруы мүмкін. Мысалы, мен суға салып жібітіп қойған жоқпын, бірден ектім ғой. Сондықтан мынау неғұрлым қатайып тұрған тұқым болуы мүмкін да, қауызын жарып шыққанша солай уақыт өтуі мүмкін. Немесе өзінің өстіп шығу, өсу барысы осылай болуы мүмкін. Дәл дұрыс болып өсіп жатқан болуы мүмкін. Негізі мен өткен видеоларда айтқан болатын, мен негізі жылыжайдың жылуына байланысты кешірек ектім қызанақтарды. Биыл сыртқа шығарғанша үлгерем ба, үлгермеймін ба деп ойлап едім. Бірақ жап-жақсы мыналар дайын тұр. Енді келесі кезекте маған стакандарға, жеке-жеке ыдыстарға отырғызып дайындау керек. Сол үшін негізі осындай кішірек кезінде отырғызған ыңғайлылау. Енді үлкендерді көрем, айтады ғой, бір жерден бір жерге отырғызуға негізі кішкентайлары ептеп беріктеу болады. Ептеп жақсы адаптацияны жақсы жасайды, бейімделуі жақсы болады. Үлкендерді де көрем, нақты осындай үлкендерді отырғызып көрмеппін өз тәжірибемде. Көбінесе аздап егемді, уақыт-уақытымен үлгеріп жататымын. Ептеп өстіп егіп алып, бірден стакандарға егіп қойып, сондай жасайтымын. Енді стаканға егуге ептеп тағы да кешеуілдеп жатырмын. Бірағында жалпы жаман емес, жақсы. Мына 15 күнде кіп кішкентай анау черный принц қызанақтарым әжептәуір болып, дайын рассада болып шыға келді. Мына жағым былайынан черный принц, ептеп черная красавица, бәрі бір сұрыпқа жататын, бір сұрып болып есептелетін болғандықтан, сол үшін бірге ектім оларды. Назарларыңызға рахмет. Қызанақтарды өсіру барысындағы видеом осылай болды. Видео ұнап жатса,
подписаться тетігін басып каналыма жазылып қойыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Рахмет.